Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге таңғы асқа осындай керемет дәмді печенье әзірлейтін боламыз. Жасап көрсеңіздер болады, өте оңай. Ең алдымен бізге бөлме температурасы сары майымызды, творогымызды, қантымызды және де 2 жұмыртқасын сарысын, шамалы тұз салып жақсылап араластырып аламыз. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қасықпен де вилкамен де араластырсаңыз да болады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнымызға қосқышымызды салып, екіге бөліп араластырып аламыз. Екіншісінде екінші бөлігінде салып, жақсылап қолмен қамыр илеп аламыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай етіп қамыр илеп аламыз. Осы қамырды жайып, Қазақстан картасы қылып жайып аламыз. Қазақстан картасы қылып жайып алғаннан кейін оны осылай дөңгелектеп кесетін боламыз. Кесіп болған дөңгелектердің арасындағы артық қамырларды осылай алып тастаймыз да, көріп тұрғанымыздар шекерге бір батырып аламыз да, осылай етіп төгеміз. Осылай барлығын бүгін болған соң 80 градуста пешімізді қыздырып 20 минутқа пісіріп алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліңіздер. Ас болсын, жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Рахмет.